Сәлем, бүгін қандай күн? Я, сабаққа асығайық. Мен бірінші сабаққа барам. Жоғары көтерілейік. Қайырлы таң! Бүгінде керемет күн болады. Алдымен жаттығу. 1, 3. Ботқа мен жеміс. Денсаулыққа пайдалы. Күнім жақсы өтеді. Жо, әлі ерте ғой. Та 5 минут ұйықтаймын. Олан, сағатқа қарадың ба? Кешігіп қаласың. Не? Қазір тұрам, неге ерді айтпадыңыз? Мен тамақ ішпей кетемін, кешігіп барам. Таңғы асты ішпесең, сабақта күшің болмайды ғой. Балалар, айтыңдаршы, күн тәртібі не үшін қажет? Күн тәртіп бізге уақытты дұрыс жоспарлауға және бәрін үлгеруге көмектеседі. Өте жақсы жауап, Инжу. Басым қатты ауырып тұр. Мен түні бойы телефон қарап ұйықтамадым. Мен ең алдымен үй тапсырмасын орындаймын. Сосын ғана дем аламын. Бітті. Енді өзіме уақыт бөле аламын. Ертең сергек болу үшін мен ерте ұйықтаймын. Бірақ минут ойнаймын, тек бір ғана ойын. Тағы бір видео көре тұрайын. Қандай керемет таң! Мен өзімді сергек сезініп тұрмын. Мен ұйқым қанбады, сабаққа барғым келмейді. Күн тәртібі денсаулық пен жетістіктің кілті. Мен де өзімді өзгертемін. Бүгіннен бастап дұрыс күн тәртібін бастаймын. Ал сен қайсын таңдайсың?